Қала күні мерекесіне арналған мәдени шаралар жалғасуда. Оралдағы тұңғыш президент алаңында ашылған Ақжайық этноауылында Тасқала ауданының көркемөнерпаздар ұжымы және қолөнер шеберлерінің кешенді бағдарламасы қала тұрғындары мен қонақтарын қуанышқа бөледі. Толығырақ әріптесім Лұқпан Елеудің бейнематериалында. Дәстүрлі қала мерекесі аясында тасқалалық өнерпаздар оралықтар мен қонақтарға тамаша көңіл күй сыйлады. Алыстан көз тартар киіз үйлерде қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдар жәрмеңкесіне келіп, қызығушылардың қарасы көп болды. Тасқаладан аты шыққан етікші Сейтқали Шұттановтың аяқ киімдеріне тапсырыс берушілері оның жанынан табылды. Экологиялық жағынан таза да сапалы етіктерді сатып алушылар да болды. Бізде былай қараған маман жоқ. Мына жастардың келіп қарап қуанып атқандарына өзім қуаныштымын, ризамын. Өткен жылы аудан орталығына ашылған тоқыма бұйымдар үйірмесінде тұрақты түрде 8 адам жұмыс істейді. Аз ғана уақыт ішінде ісмер тоқымашылар 20 жұп жүннен шұлық тоқып, перзентханадағы шала туған сәбилерге тегін сыйға тартқан. Ұршық иіруді үйренгісі келген қыз балалардың саны артып келеді дейді Ақжаулықты әже. Бүгінгі күн енді бар қолдан келген өнерімізді халыққа паш етіп келген манадан сан түрлі адамдар келіп, бәрі сұрап, бәрі қызығушылық көрсетіп жатыр. Бәрі де үйренем деген кісілерге де сол түсіндіру аясында айттық. Тасқалалық тазы баптаушылар түрлі байқауларда жүлдемен оралып, ежелгі өнерді жандандырумен шұғылданып жүр. Бүгінгі таңда аудан бойынша 50-ге жуық тазы баптаушылар осы дәстүрді жандарына серік еткен. Аудандық мәдениет үйінің қызметкері Ерлан Ермеғали солардың бірі. Кенжелеп қалған үрдісті дамыту мақсатында белсенділер болып, осы арнайы топ құрып, тазыны дамыту бағытында жұмыстанып жатырмыз. Соның ішінде басқа аудандар және Тасқала ауданының өзінің біраз үлесі бар. Себебі олай дейтініміз қызығушылық арттырып, осы тазымен айналсам деушілердің де саны әжептәуір көбейді. Алаң төрінде балғындар халқымыздың зияткерлік ойыны тоғызқұмалақтан сайысқа қатысып, қол күресінен күш сынасуға да мүмкіндік алды. Соңы сазды бағдарламаға ұласып, туған жер туралы әндері орындалды. Айдында аққуы қалқыған, даласы шуаққа малынған, бұлбұлдар мен дүлдүлдерді түлеткен, перзенттері жыр еткен, таулы Тасқаланың сазды сәлемін қабыл алыңыздар. Тасқала ауданының тұрғындары ерен еңбектің үлгісін ғана танытып қоймай, ұл қыздарының өнерімен де ерек. Кең сахна төрінде әсем ән шырқалып, мың бұрала би биленді. Кешкі Орал аспанын әсем әнге бөлеген алаңда қала тұрғындарының көңілі кең серпілгені рас. Ұлабайдың өлеңдері оқылып, әндерді шырқалды. Бәрі де сүйікті қаламызға деген құрмет әрине. Әкелген затымыздың осындай қызығушылық туғызғаны бізге қуаныш сыйлады. Қаламыз өсіп, өркендей берсін. Сонымен қатар енді ұлттық ойындарымыз тоғызқұмалақ, қол күресі және де тазы иттерімізді әкеліп отырмыз көрмеге. Бұл да жаңағы халық қызыға қарап тамашалап жатыр. Әр киіз үйде ұлттық тағамдардан дәмі ұсынылып, қонақжайлықтың үлгісін танытты. Қысқасын айтқанда, тасқалалық өнер иелерінің мәдени көпшілік сарасы көптің көңілін көкке көтерді. Лұқпан Елеу, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.